Бір кітапты оқу бір адамның өмірін сүргенде әсер береді деген керемет сөз бар. Біз бір кітап аздық етер деп, бүгін бастауыш инвесторларға арналған пайдалы 5 кітап туралы видео жасадық. Видеоны соңына дейін көріңіздер, видео соңында күшті ұтыс ойын ойнатамыз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Білім алу инемен құдық қазғандай болса, онда бүгінгі ұсынатын кітаптар инвестиция құдығын қазуға арналған күрек деуге болатын шығар. Бұл тізімді Уоррен Баффет секілді қор нарығының ең абыройлы тұлғалары мың қайталап ұсынған. Баффет демекші, ол кісіден байлығыңыздың сыры неде деп сұраған екен. Баффет қолындағы кітабын нұсқап, күніне 500 бет кітап оқыңыз, сонда ғана байлыққа қол жеткізесіз деп жауап берген деседі. Инвестиция жасау мен білім алу екеуі егіз ұғым. Бірі-бірінсіз жұмыс істей алмайды. Қарапайым мысал келтірейін. Өзіңіз мүлдем білмейтін қалаға бардыңыз делік. Қолыңызда Тугис немесе Google Maps болмаса, діттеген жеріңізге жете алмай адасып кетесіз. Инвестиция әлеміндегі кітаптар да басқа қалаға алғаш рет барған адамның қолындағы карта сияқты. Сізді көздеген жеріңізге яки мақсатыңызға адастырмай, тез әрі дұрыс жолмен жеткізуге көмектеседі. Бастауыш инвесторларға арналған тілі жеңіл, қиын процестерді оңай түсіндіретін кітаптарды саралап шықтық. Жыл соңына дейін тізімдегі кітаптардың ең болмаса біреуін оқып шықсаңыз, инвестиция әлемінде асығыңыз, алшысынан түсетініне сенімдіміз. Александр Эйлер бұл кітапты өз тәжірибесінен жазған. Ең алғаш бастағанда қандай қателіктерді жасады, оларды қалай жеңді, бәрін баяндады. Сондай-ақ инвестиция әлеміндегі аңыздарды жоққа шығарып, қиын процестерді оңтайландыру жолдарын талдап берген. Биржадағы психологияның алатын орны туралы көп жерде айта бермейді, ал бұл кітапта автор психологияны ең маңызды дүниелер қатарына қосады. Капиталды көбейту, оны сақтау, портфельді әртараптандыру сияқты кез келген инвестордың өмірлік ережелеріне айналып кеткен мәселелерге тоқталады. Қор нарығында супер сарапшыға айналғысы келіп жүрген, бірақ неден бастауды білмей жүргендер үшін бұл кітаптан артық таптырмас құрал жоқ. Бірінші сыныпта мектеп балаларына ең алғаш әліппені оқытады. Яғни болашақта басқа күрделі кітаптармен танысқан кезде барлығын дұрыс түсіну үшін әліппені жақсы оқу өте маңызды. Бертон Малкиелдің кітабы да 21 ғасырдағы кез келген инвестор үшін әліппенің рөлін атқарады десек, қателеспейміз. Өйткені ең қарапайым бірақ маңызды дүниелерді одан да қарапайым тілде түсіндіреді. Нарыққа енді тәй-тәй басып келе жатқан инвестор өмір бойы ұстануы тиіс ережелерді тізіп берген. Әр кеңесі алтынға тең ұсыныстарды тапқыңыз келсе, енді қай кітапты оқу керегін білесіз. Қуанып тұрғанда уәде берме, ашылу кезде шешім қабылдама деген сөз бар. Сол секілді қор нарығында да қатты эмоцияға берілу құрдымға жібереді. Қате шешімдер қабылдаудан құтылу үшін қате қадамдар жасамай-ақ сабақ алуға болады. Карл Ричардстың кітабы сондай сабақ беретін құрал. Бұл кітапта бастауыш инвесторлар егер эмоцияға беріліп мәміле жасаса, оның салдары қандай ауыр болатыны жақсы түсіндірілген. Кітаптың тілі жеңілігі сонша 85 жастағы әжеңіз оқып, ертеңіне зейнетақыдан жинаған ақшасын акцияларға салып жіберуі мүмкін. Инвестиция туралы кітап түсініксіз терминдер, одан да түсініксіз цифрлар жазылады деген стереотипті жоққа шығарған кітаптардың бірі. Автор бұл кітапты тек өз тәжірибемді бөлістім деп ескертеді. Кейде көп теориядан гөрі бір тәжірибелік мысал біраз нәрсені тез түсінуге көмектеседі. Автордың биржада 20 жылдан астам тәжірибесі бар. Бұл кітапта қиын терминдер, түсініксіз цифрлар таппайсыз. Мұнда инвестордың ойлау жүйесі мен қиындықты айналып өту жолдары айтылған. Енді бұл нағыз бестселлер ғой. Инвестициядан хабары жоқ адам да разумный инвестор кітабын жақсы біледі. Бұл Mercedes көлігі сияқты жарнаманы қажет етпейтін туынды. Инвесторлардың бәрі белгілі бір деңгейде осы кітапты оқыған деуге болады. Мұнда формула жоқ, бірақ фундаменталды негіздер және стратегияны қалай құруды үйретеді. Кітап 1949 жылы шыққан, ал өзектілігін әлі жоғалтпаған. Әрі инвесторлардың үстелінің үстінде кофе, компьютер және осы разумный инвестор кітабы тұрады әдетте. Видео басында ұтыс ойын туралы айтқан едік. Осы видеоға лайк басыңыз және өзіңіздің сүйікті кітабыңыздың атын жазып кетіңіз.
біз кездейсоқ таңдау арқылы жеңімпазды анықтаймыз және оған термокружке және блокнотты сыйға тартамыз. Бір адам бірнеше коммент жаза алатынын еске саламыз. Осымен бүгінгі видео тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.